Сәлем достар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз керемет сабақ өтеміз. Яғни ол сабақтың аты adjectives, яғни сын есімдер. Көбіне біздің қазақ тілді аудитория қолданған кезде сын есіммен қателесуі мүмкін. Енді сол туралы түсініктеме бергім келеді. Енді қараңыздар. Мысалы, сын есімді қолданған кезде, егер сөйлемде сын есімнің өзі ғана жүретін болса, зат есімді жүрсе, алдына артикль қойылмайды. Түсінікті ғой, иә? Мысалы қараңыз. Менің бойым ұзын болса, I am tall. Яғни менің бойым ұзын. Бұл жерде I am tall. I am tall болған жоқ. Егер мен бойы ұзын баламын деп зат есіммен қолданатын болса, қалай болады? I am a tall man. Яғни мен бойы ұзын бір ер кісімін деген мағынаны береді. Яғни сын есім мен зат есім қатар келіп тұрса, яғни зат есім көптік мән болмаса, онда алдына артикль қоямыз. Мысалы айтып көрейік, иә? Мысалы айтып көрейік, менің машинам бар. I have a car. Яғни не істеп тұр? Car сөзінің алдына қойылды. Ал егер менің қызыл машинам бар болатын болса, I have a red car. Яғни зат есім алдына сын есім келеді, артикль сын есімнің алдына жүреді. Осы тағы бір есте сақтайтын бір жайт. Орыс тілінде мысал деген зат есім көптелетін болса, сын есімде көптеледі. Мысалы, высокие дома деген сияқты, мысалы, үйді көп дейді, және сын есімде көптеліп кетеді, мысалы. Интересный книги дейді, мысалы, қызықты кітаптар деген сияқты. Яғни олар сын есімде көптеледі. Ағылшын тілінде олай емес, сын есім көптелмейді. Түсінікті ғой, сын есім көптеледі. Мысалы, a red car қызыл машина, red cars қызыл машиналар. Яғни red деген дәл қазақ тіліндегідей, мысалы біз қазақ тілінде бұлай айтпаймыз ғой, қызыл машина, қызыл машиналар, қызылдар машиналар деп айтпаймыз ғой, ал орыс тілінде ол ауысады. Соған мән береміз, шатастырмаймыз. Құрметті үйренушілер, байқасаңыздар, біз қазір сын есім мен зат есімнің қолданылуы және артикль қай кезде қолданылады, қай кезде қолданылмайтынын өттік. Яғни сын есім жалғыз жүретін болса, ол жерде зат есім болмайтын болса, артикль қоймаймыз. Егер сын есім мен зат есім қатар келіп, зат есім біреу болатын болса, ол кезде қолданамыз. Яғни осы нәрсені есте сақтайық. Көп адам шатасып жатады, қай кезде қолданамыз артикльді, қай кезде қолданбаймыз деп. Осы сабақты дұрыстап қарасаңыздар, түсінікті болады деген ойдамын. Назар аударғаныңызға рахмет.